қалдықтар қоршаған ортаға әсер етеді, бірақ олардың табиғат пен адам денсаулығына қауіптілік дәрежесі әртүрлі. Қайта өңделетін материалдарды бөлек жинау және қайта өңдеу, қауіпті қалдықтарды қауіпсіз кәдеге жарату, қоршаған ортаның жағдайын жақсарту жолындағы маңызды қадамдар. Қоқыс қалдықтарды қайта өңдеу қаланың өзекті проблемасының бірі болып қалып отыр. Әлемдегі жетекші елдердің тәжірибесі көрсеткендей, бұл проблеманы оңтайлы шешуге толық мүмкіндік бар. Қалдық қоқыстарының ішіндегі ең кең таралған қоқыс ол киім. Осы киім қалдықтарын өңдеу және екінші рет пайдалану қалай жүретіндігін зерттей келе, біз киім қалдықтарын үй жағдайында қайта өңдеу әдісін ұсынамыз. Ол үшін киімді кесіп, әртүрлі қиындыларынан әртүрлі бұйымдар, оның ішінде орындыққа жапқыштар жасауға болады. Осылайша сіз қолданылған киімге екінші өмір бере аласыз. Жасыратыны жоқ, пластик жерде 100 жылдан астам уақыт бойы ыдырап келеді. Қазіргі әлемде әр адам күнделікті өмірде пластикті пайдаланады. Қазірдің өзінде үйде қолданылған шелектер ыңғайсыздық пен үйінді тудырады. Өкінішке орай, кәдеге жарату мәселесі біздің елде әлі жолға қойылмаған. Осындай заттарға екінші өмір бере отырып, біз экологияны сақтап қана қоймай, әртүрлі қажеттіліктерге қолданылатын заттар жасауға мүмкіндік аламыз. Қарапайым пластик шелекке екінші өмір сыйлап қайта өңдеуге болады. Мысалы, орындық жасауға болады. Ол орындықты үйде немесе мектепте пайдалануға болады. Қазіргі кезде қолдан жасалған бұйымдар өте жоғары бағаланады. Өйткені олар адам қолының жылуын сақтайды және баламасы жоқ. Бұл кішкентай ғана жұмыс табиғатқа пайда келеді деп үміттенеміз. Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста деген қағиданы ұстану қажет. Міне осы тұрғыдан барлық жеткіншекке экологиялық тәрбиені мен білім беру олардың дұрыс дүние тану көзқарасын қалыптастырады. Қашанда табиғатты аялайық. Ол өктемдікті көтермейді. Табиғатсыз адамзаттың күні жоқ. Оны айтуға табиғаттың тілі жоқ деген халық даналығында айтылғандай, табиғатты қорғау біздің міндетіміз, болашақ ұрпаққа қалдырар байлығымыз. Сондықтан табиғаттың жанашыры болу әр адамның міндеті, борышы екенін біліп жүрейік.